Имамдар байқауы жеңімпаздары анықталды. Астанада Нұрлы мінбер 2016 имамдар байқауы өтті. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкілдігі Нұр Астана орталық мешіті қолға алған шара биыл екінші рет ұйымдастырылып отыр. Имамдардың білім біліктілігі мен қарым-қабілеті сынға түсетін байқау екі кезеңге бөлінді. Алғашқы кезеңде елорданың 8 мешітінен қатысушы имамның арақ, атадан қалған ас емес, уағызының бейне нұсқасы ummet.kz порталында көпшілік даусына салынды. Бұл әлеуметтік желілер арқылы ислам құндылықтарын насихаттап, жұртшылықты жақсылыққа шақырып, зиянды әдеттерден сақтандыру болса, әлі имамдардың қоғамдағы рөлін арттырады. Имамдар байқауының ресми шарасында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлы, найып мүфтилер Серікбай Қажы Ораз, Наурызбай Қажы Тағанұлы, Астана қаласының әкімдігі дін істер басқармасының басшысы Данияр Есін қатысып, ізгі тілектерін айтты. Бас мүфти өз сөзінде бүгінгі қоғамдағы имамдарға артар міндет пен жауапкершіліктің жоғары екендігін айта келе, дін қызметкерлерінің жан-жақты білімді болуы, әрі парасат биігінен көріне білуі қажеттілігін атап өтті. Сондай-ақ, асыл шариғатымызды насихаттау барысында ел мен жердің тарихын, тыныс тіршілігі және заман талаптарында тереңнен меңгеруді міндетті деп көрсетті. Нұрлы мінбер байқауы осы үдені көздейтініне тоқталған бас мүфти қатысушыларға сәттілік тіледі. Білім бәйгесінің әділ қазылары құрамында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының шариғат және пәтуа бөлімінің меңгерушісі орынбасары Сансызбай Құрбанұлы, жалпы және жастар ісі бөлімінің меңгерушісі Алдынбек Ұтысхан, Қосшы елді мекеніндегі қарилар мектебінің директоры Садуақа Солжабай кірді. Ал дін істер және азаматтық қоғам министрлігі, дін істері комитеті, дінтану сараптамасы басқармасының басшысы, теология ғылымдарының докторы Балғабек Мырзаев осы жарысқа төрелік етті. Имамдар байқауы барысында сәлем сөздің атасы, бәйге, полиглот, жеті жарғы, имам мінбері, пікір сайыс айналымдары бойынша өз білімдерін көрсетіп, тыңғылықты дайындықтарына дәлелдеді. Қатысушылар әр айналымда өз білімдерін сарапқа салып, жан-жақты жауап берді. Әділ қазылар шешімімен бірінші орын Нұрлы мінбер 2016 байқауының арнайы кубогы мен Атлас туризм компаниясы ұсынған умра қажылығына жолдамасын Әзірет Сұлтан мешітінің найып имамы Асқар Мұхановқа берілді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының найып мүфтиі Наурызбай Қажы Тағанұлы байқау жеңімпаздарын марапаттады. Найып мүфти Нұрлы мінбер байқауы имамдардың шынайы бейнесін қалыптастыратынынан тоқталып, сайыс барысында ислам құндылықтарымен қатар салт-дәстүр, ата заң, діни басқарма тұжырымдамалары сынды маңызды дүниелерге ерекше мән берілгенін атап өтті. Сөз соңында бұл жарысқа қатысқан барлық имам білікті маман екендіктерін көрсеткенін айтып, басты жеңіс елдің бірлігін насихаттап, дәстүрлі дін дәріптеу деп түйді. Қазылар алқасы екінші орынға Әссәләм мешітінің бас имамы Нұрбол Әбубәкіровті лайық деп танып, арнайы дипломмен мойылды шипажайы жолдамасын тарту етті. Ал үшінші орынға Нұр Астана орталық мешітінің найып имамы Қабылбек Әліпбайұлына бұйыртты. Арнайы байқау дипломымен Қазсервис авиа туристік агенттігінің республика бойынша тегін ұшу билеті сыйға тартылды. Сондай-ақ, жарысқа қатысушылардың барлығы да сертификаттар мен бағалы сыйлықтарға ие болды.